Жаушықұм мектеп-лицейінде қазіргі таңда 750 бала білім алуда. Соның 123 оқушысы мектеп-лицей жанындағы интернатта, жатақханасында жатып білім алуда. Интернат жатақханасында балаға қажетті барлық жағдай жасалынған. Жататын бөлме, жаңа диван, жаңа көрпе төсектер жабдықталған. Оқушылардың демалатын бөлмесі лед тақтамен, сабаққа дайындалатын бөлмеде сабаққа қажетті барлық көрнекіліктермен қамтығамыз. Бөлмелердің барлығы таза және жарық. Жылда интернат тәрбиеленушілерінің 70-80% сүйікті мамандықтарының грант иегері атануда. Оқушыларды тамақтандыру талапқа сай белгілі режиммен беріледі. Күніге 5 мезгіл уақыт оқушыларды тамақтандырамыз. Мектеп жанындағы интернат 1 мен 11 сынып оқушыларын, мектебі жоқ ауыл балаларын оқуға шақырады. Бүгін келіп, мынау Жаушықұм мектеп лицейіне келдік, бәрін көрдік, білімдерін, балдардың, басшылықтардың бәріне рахмет. Мынау мектеп, Жаушықұм мектеп лицейінің жанындағы интернатқа келдік. Өте таза, өте керемет. Оқу жылымызды аяқталуға жақын қалды. Биылғы түлектеріміз, Құдай қаласа, грантты жеңіп алып, үлкен оқу орнына түсуді Алла нәсіп етсін. Осы уақытты пайдаланып, мынау интернаттың ұстаздары және тәрбиешілері сіздерге мынау Жоласар елді мекенінің ата-аналарының атынан рахметімді айтқым келіп тұр. Рахмет сіздерге. Мына балдарымызды білім беріп, өзімізден бетер қарап, біз емес сіздердің қастарыңызда көп болды. Ыстығына, суына көніп, әрбіреуінің мінезі бар. Әрбіреуінің еркелігін көтеріп, Гүлжан апай, Гүлнар апай, сіздерге мың алғыс. Көрдік, интернаттың бәрін көрдік, тазалығы деген өте керемет. Бұл жерде оқып атқан оқушылардың арманы жоқ, жатын бөлмелері өте таза, көрпе жастықтары тап-таза жаңадан. Рахмет сіздерге. Құрметті педагогтар, құрметті мұғалымдар, қыз жігіттер, айналайындар. Мынау әзір Қазақстан болып жатырмыз. Жаңа Қазақстан дейді, ескі Қазақстан дейді. Жаңа Қазақстаннан бері осындай мектеп салынып, мынау Жаушықұмға. Қырдағы жүрген, шаруашылықта жүрген ескеріп, біздің пейнетімізді ескеріп, біздің балдарымызды, немерелерімізді оқытып, Құда қаласа білім алып білім беріп атқандарына рахмет айтам. Мыңда бір рахмет айтам. Міне үйдегі жемеген тамақты жеп,
үйдегі жатпаған ақ төсекте жатыр. Осынша жаңалдегі педагогтарды тәрбиеші қылып, мұғалім қылып, білім беріп, Құда қаласа ақыл үйретіп жатыр. Біздерге қанша фермада отырмыз бұрынғы Совет өкіметінің қалған шаруашылықтарда ұзақта. Сонда да балдарымызды, немерелерімізді әкеліп, өшерге жайластырып, оқытып, солардың қас-қабағына қарап, солардың міндетіне алып жүрген барша Құда қаласа ұстаздарға рахмет айтам айналайын.